Саламатсыздар ма? Нұрмұхамбет Досмұханов атындағы Маңғыстау энергетикалық колледжінің бағдарламалық қамтамасыз ету пәнінен арнайы оқытушысы Қалдыбаева Нұргүл. Бүгінгі сізге түсіндірілетін сабақ бұл бағдарламалық компоненттерге техникалық сипаттамаларды әзірлеу. Жалпы техникалық сипаттамалар дегенде айта кететін болсақ, келесі бізде барлық бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығы бойынша бізде өте көптеген құрал-жабдықтар болады. Солардың барлығының тех характеристикаларын бізде техникалық сипаттамалар дейміз. Жалпы бағдарламалық компоненттерге техникалық сипаттауды әзірлеу дегеніміз бізде негізі бұл бағдарламалық қамтамасыз етудің құрастыруындағы ең маңызды қадам болып саналады. Бұл процесс бағдарламалық компоненттердің мінез-құлқын, олардың функционалдығын анықтайтын ең тиімді жобалауға қажетті құжат ретінде келеді. Келесі бағдарламалық компоненттердің осы техникалық сипаттамаларында негізінде оның басты мақсаты әзірлеудегі бұл бағдарламалық жүйенің әрбір құрамдас бөлігінің қызметтерін, олардың мінез-құлқын, олардың функционалдығын және де олардың әрбір өзінің құралдарының ішіндегі құрал-жабдықтарының осылардың барлығын функционалдығын көрсететін үлкен бір құжат ретінде келеді бізде. Және де онда бізде негізгі интерфейстерінің, деректерінің құрылымдарының және де оның жұмыс логикасын түсіндіретін болады. Келесі, жалпы техникалық сипаттамалардың маңыздылығы бізде біріншісі ол түсіндірме құрал ретінде жүреді. Және жаңа айта кеткендей бізде ол официальный құжат ретінде сияқты. Мысалы айтатын болсақ, әртүрлі компоненттердің олардың қалай жұмыс жасайтынын, олардың қандай функционалдығы бар екенін, осылардың барлығын түсіндірме құжат ретінде жазылатын нәрсе. Бұл бізге не береді? Бұл әзірлеушілерге және де орталықтағы қолданушыларға, пайдаланушыларға осы компоненттер туралы нақты түсінік беріп отырады. Және де тағы да бір нәрсе бұл бізде тестілеушілерге және де басқа да мүдделі тараптарға да жүйенің қалай жұмыс жасайтынын көрсетіп отыратын құжат ретінде келеді. Келесіде бізде ол жүйені басқару. Жалпы техникалық сипаттамалар арқылы ол әзірлеушілерге, бағдарламаушыларға жүктеменің дұрыс бөлуге және де жұмыс құжаттарын, жұмыс процесін оңтайландыруға, оңай жұмыс жеңіл болуға көмектеседі. Келесі тағы да бір маңыздылығын атайтын болсақ, ол бізде сапаны қамтамасыз ету. Яғни компоненттердің сапасы қаншалықты жақсы болса, жұмыста әзірлеушілерге соншалықты айтқанда оңтайлы түрде жүретін болады. Яғни де айтқанда жүйені тестілеу кезінде және де оны тексеру кезінде барысында бізде техникалық сипаттама жүйенің талаптарға сай екенін және сәйкес екенін бағалауға көз жеткізуге мүмкіндік береді. Және де әртүрлі келісімдер бар, жаңа айтқандай әртүрлі мүдделі тараптар болады. Олар әзірлеушілермен осы тапсырыс берушілердің арасындағы келісілген талаптардың ресми құжат ретінде қызмет етеді. Келесі техникалық сипаттаманың негізгі компоненттері жаңа айтқанда біріншісі оның функционалдығы. Функционалдығы дегеніміз ол осы әзірлеушілер осы компоненттерді алу барысында жалпы ол компонент қандай да құрылым, қандай бізге көріну керек екенін барлығын түсіндіретін нәрсені айтатын функционалдығы. Және де интерфейсі бұл компонент басқа да компоненттермен бірге қосылып жұмыс жасай ала ма, және де сыртқы жүйелермен бірге тез жұмыс жасай ала ма дегенді байланыстыратын интерфейс болып келеді. Және де өнімділік талаптары өнімділігі жоғары болған сайын бұл компонентінде осы ажарынан жоғары болып тұрады. Және де жүйенің өнімділігі бізде ол көрсеткіш жоғары болған сайын, мысалға ол жылдамдығына, оның жұмыстың тиімді жүруіне және де оның масштабты болуына үлкен үлесін қосады. Және де тағы бір негізгі элементтердің бірі бұл сенімділігіне қол жетімділігі. Яғни техникалық сипаттамалар осы жүйенің сенімді жұмыс істеуіне қол жеткізуге болады осы әзірлеушілерге, және де оның қол жетімділігіне яғни қойылатын талаптар соған сәйкес келе ме бұны көруге болады. Келесі бізде қауіпсіздік талаптары бұл әр компоненттің өзінің құрылымына сай өзінің ол қауіпсіздік талаптары болады, яғни бұл салаларда болатын нәрсе ол кәдімгі құжат ретінде келеді. Келесі техникалық сипаттамаларды әзірлеудің негізгі кезеңдері бізде бұл талаптарды жинау және талдау, яғни мүдделі тараптар арасында келісім жүргізу кезінде қажетті құжаттарды анықтау. Келесі сипаттамаларды жобалау, яғни талаптарға сәйкес келетін техникалық шешімдерді әзірлеу. Үшіншісі бұл құжаттарды әзірлеу.
құжаттаманы. Ол сипаттамаларды техникалық құжаттау барысында енді оларды барлық тараптармен келісімді болуы, келесі қайта қарау және түзету, яғни бүкіл процесті бізде қайтадан әзірлеушілердің қарап шығуы. Келесі осымен түсінікті деп ойлаймын. Жалпы техникалық сипаттамалар бізде дейтін қандай да бір нәрсе болсын, ол мүмкін болсын, холодильник болсын, кондиционер болсын, тоңазытқыш болсын, оның әр нәрсенің өзінің техникалық сипаттамасы бар, яғни кәдімгі құжат ретінде жүретін кішкентай кітапшасы бар. Соған қарағанда бағдарлама қамтамасыз ету мамандығында соған сәйкесінше тоже өзінің компоненттеріне сай әртүрлі техникалық сипаттамалар бар. Ол бізде офлайн түрінде де болады, болмаса онлайн түрінде де кездеседі көрінеді. Жалпы мен түсіндіргім келген жауабым осы. Келесі комментарийға осы тапсырманы орындап жазып кетсеңіз болады. Жауаптарын өте жеңіл тапсырмалар. Рахмет.